Кейде түннің бір уағына дейін ұйықтай алмай бақырайып жатқанда халін шын ұққандай боламын. Мына тоз-тоз боп жүрген жүрісінен ұялады да өзін қыздан төмен санай береді. Кейде оқуға түсірмеген әке-шешесін кінәлап та алады. Шымқалаға қатты үйреніп қалдық. Бұл кезде тамыз айы орталап, айналадан күз белгісі қылаң бере бастағанды. Жаздың күндері өзінің болмысына сай жайдары өтіп жатты. Бір қалыпты өтіп жатқан күндер де кейде жалықтырады. Мен болсам бір өзгеріс күтіп жүрдім. Бұлай кете беру мүмкін емес қой. Бір күні болмаса бір күні әлгі екі қызға таласып жігіттердің арасына от түсуі де ғажап емес. Мен осындай бір дүрбелеңді күттім. Мына қарабайыр күндерде сол дауыл алдындағы тыныштық секілді сезілді де тұрды. Жүрегім бір нәрсені сезеді. Көп күтпей мен сезген дауылдың көкжиектен қарасы көріне бастады. Түс мезгілінде әдеттегідей асханаға жиналдық та орнымызға жайғастық. Енді ана екі қыз бізге тамақ таратады. Жігіттер асыға күтетін, бірақ қас қағымда зу етіп өте шығатын сүйкімді әрі лирикалық сәт бұл. Сондағысы екеу ас болсын деуден әрі аспайды. Соның өзіне мәзбіз. Ана қалжыңбас барат секілділер неге күніне 4 рет тамақтанбаймыз дейтіндей бар. Ислам екеуміз бір үстелге жайғасып, қарама-қарсы отырамыз. Құрылыс басталған бірінші күннен бастап солай келеміз. Міне 3-ші айдың жүзі болды. Егіз қозыдай ажыраған емеспіз. Біздің үстелге Жанбота келді де Исламға тамақ ұсына берді. Ас болсын деген кездегі Исламның қандай сезімде болған іштей шамалаймын. Қызара бөртіп отырған түріне қарап іштей арсыз күлкі қысты, бірақ өзімді ұстай білдім. Артынша Жанбота маған да тамақ әкелді. Көлемі 2-ақ уыс тәліккеге салынған палауды ұстай бергенім сол еді. Қызда мені ұстады деп ойлады ма, жібере салғаны. Тәрілке бетон еденге түсіп күл паршасы шықты. Палау тауыққа шашылған жемдей жерде айра-жайра болып қалды. Мына тосын апаттан соң бұйығып отырған асханаға жан бітті. Жанбота маған аздап абыржыған, жартылай кінәлаған, жартылай таң қалған түрмен қарады да: "Дұрыстап ұстамайсыз ба? Құрттыңыз ғой", деді жай ғана. Әдеттегі жылы жүзі түк те өзгермеді. Бәрінде түсінетін, ондай-ондай болып тұратын, бір тәрілкемен дүние құрып кетпейтін ұғынған кейіппен. Мұндай сұлу мінез әркімде-ақ бола бермейді. Егер оның орнында Алмагүл болғанда бір шағып алар еді. Әлде де бағым бар екен. Асханаға әр жерден сылық-сылық күлкілер пайда болды. Мұндайда дарақы барат бірінші шымшып үлгереді. "Мәкей, арамызда сау қалған сен шығар десек, сен де қатарымызға қосылып үлгеріпсің ғой", деп қарқылдап күлді. "Бір өзі бізден бөлініп қайда барады? Көппен көрген ұлы той", деп екінші біреу қоштады. "Ондайларды үндемей жеңесің". Не болса да асханадағылар бір жасап қалды. Мен далбасалап жердегі ыдыстың сынықтарын, шашылған палауды жинай бердім. Айыбымды жуған түрім ғой. Бір жағы олақтығымнан да ұялып жатырмын. Алмагүл басқа ыдыспен тамақ әкелді. "Енді байлаңыз. Тағы сындырсаңыз, айлығыңыздың жартысы ыдыс төлеумен кетеді", деп тілінің бізін сұғып үлгерді. Бәрі осы қираған тәрелкеден басталады деп кім ойлаған? Соның артынша досым санап келген Ислам маған қыр көрсете бастады. Әңгіме ауанында өзгере салды. Баяғы жартылай жайдары мінезінен ұшқында қалмай, мен танитын Ислам емес, басқа бір жұмбақ бейтаныс, қабағы ашылмайтын біреуге айналғандай. Асханадағы кішігірім елеусіз оқиға бұған басқаша әсер етіпті. Біраз уақыт бітеу жарақ ұсап түйіліп, сыздап жүрді де, бұл сыздауы ұзаққа созылмады. Тарс жарылып маған тиісті. "Досым деп жүрсем, өзің барып тұрған сұм екенсің-ау", деп орта жолдан төтелетті. Мен түкке түсінбей себебін сұраймын. "Әзіл шығар" деп қоям, олай емес екен. "Не боп қалды, тыныштық па?" "Не болушы еді? Жанботаға өзің де көз салып жүр екенсің ғой. Жер бетінде содан басқа қыз жоқтай, тап менің қызыма қарамасаң қайтеді?" "Оны кім айтты?" "Қой, жалаңды жаппа. Кім айтуы керек? Көрініп тұр ғой, жасырмай-ақ қой. Мен саған адам деп сеніп, сырымды ақтарып, өй баршы әрі", деп менен бір жола түңілген адамша қолын сілтеді. Ақырындап осылайша қатты кетсе бастадық. Бұл қызғаншақтық дегенді қойсайшы. Оның ойынша қыздың назарын өзіме бұру үшін, қызбен бір ауыз тілдесіп қалу үшін асханада тәрілкені әдейі сындырған көрінемін. Міне мәселе қайда жатыр. Мынаның ойы қалай, тәрілкенің сынғанын солай қабылдағанда, ол ойы балалап, дамып, күмәнға айналған ғой. Ал адамның өз ойы өзіне дұшпан. Күмән иманнан айырады деп бекер айтылмаған шығар. Сол сәттен бастап Ислам тырысты да қалды. Арамызда ақырындап алыстай түсе бастағанын сезе қойдым.
Мен ислам үшін бақталас біреуге айналып шыға келдім. Бәрін құртқан әлгі Бараттың әзіл шыны аралас қалжыңы сияқты. Не болса да құрылыстағы жігіттердің арасына ши жүгірді. Енді бұрынғыша бір үйдің балаларындай тату бола алмайтынымыз айтпаса да түсінікті еді. Көңілде қираған тәрелке секілді сынса қалпына келмейді. Ислам шынында да өзгерді. Ашылып сөйлесуді де қойды. Не жазып қалғанды іштей сезем, бірақ кінәсіздігімді дәлелдеуге өзі мүмкіндік бермей жатса қайтем. Сөзімді байыппен тыңдаса бәлкім райынан қайтармай еді. Бірақ олай ететін Мәжнүн қайда? Байғұс жігіттің содан бері қарамады. Достығымыз осымен тәмам болды. Тәрелкемен бірге ол да құрдымға кетті. Екі жігіт арамыздан қыл өтпес доспыз деп бір-біріне айтып жатса, тыңдап тұрған үшінші біреу араларыңнан қыз өтсе көререм деген көрінеді. Ислам екеуміз дәл сол анекдоттағы жігіттердің кебін кидік. Сол күні кешке Ислам жоқ болып кетті. Кешкі аста бірінші рет үстелде жалғыз тамақтандым. Ислам түнде жататын үйге де келмеді. Не жоспары барын білмеймін, зым-зия жоқ болды. Бірдеңені білдірмесе жарар еді. Ертеңіне таңертең күндегідей ешкім ұйқыдан оятпады. Сеспей қатып ұйықтап қалыппыз. Күн арқан бойы көтерілгесін ғана Бараттың жас баланы шошытып жіберетіндей даусы ұйқымызды ашты. «О, қалайық, жұмысқа бармаймыз ба?» деп дарылдап бөлмені басына көтергенде еш жинадық. Жұмысқа әкететін автобус та келмеді. Бүгін жұмыс болмайды сірә. Бөлмеде жаттық та қойдық. Сәлден соң құрылыс жақтан хабар келді. Бүгін ертең жұмыс жоқ, демалып тынығып киімдеріңді жуып алыңдар деп бригадир дұғай сәлем айтып жіберіпті. Улап-шулап қалдық. Жанбота мен Алмагүлді 2 күн көрмей қалай шыдаймыз? Бұл қалай жолдастар деп жар салды Барат. Жоқ, мен жұмыс істемесем болмайды. Құр жата алмаймын деп құрылыс басына барып жатып алсам ба екен. Әрі бригадирге де жақсы көрінерем. Қалай ойлайсыңдар дейді біреуі. Қыздарға бой үйретіп алған жігіттерге мына демалыс ауыр соқты. Енді бір бөлмеде осылай топырлап жатамыз да қоямыз. Ана Исламнан да хабар жоқ. Ол шіркінде маған уайым бола бастады. Бірдеңеге ұшырап кінәлі мен боп шықсам, қуырдақтың көкесін сонда көресің. Қызықтың бәрі кешке болды. Тосын жаңалық төбемізге найзағай үйіргендей болып, сенер-сенбесімізді білмей бас шайқадық. Ислам бекерге жоғалып кетпепті. Ауылына барып, бір-екі достарымен келгенде, асханадағы ертеңгі тамақты дайындап қамперсіз отырған Жанботаны зорлап алып қашқан. Қыз көнбей ісі сотқа өтіп кете жаздап әзер тоқтайды. Исламның ағайын туысы ауыл болып жиналып келіп, қыздың үй ішінен кешірім хатты зорға алады да іс жабылады. Осылайша байтал түгіл бас қайғы болып, өз басының амандығын ойлаған Ислам байғұс махаббатынан баз кешеді. Бригадир сол істің әлегімен кетіп, бізге 2 күн демалыс жариялаған екен. Мұндағы жігіттерден шошынған әлгі 2 қыз құрылыс алаңында енді істемейтін болыпты. Бұл жаңалық ешқайсымызға ұнаған жоқ. Көңіл күйімізді түсіріп жіберді. Әншейінде бірдеңені айтпай қалмайтын дарақы Бараттың да көңілі бір жола сынды. Мына жаңалықты естігенде үнсіз тұнжырап отырды да қойды. Осылайша Жанботадан көз жазып қалып ек. Ислам болса да жұмыстан бір жола кетті. Мұнда қайтып келуге беті жоқ. Мынау жаңа аспаздарың деп бригадиріміз бір үлкен әйелді таныстырды. Жанбота кеткен соң құрылыс алаңы құлазып қалғандай әсер берді. Бұрынғыдай жұмысқа да төк зауқымыз жоқ. Бірдеңесі жоғалған жандарша міндетімізді селсоқ атқарамыз. Жанбота кеткен Түркістан жаққа елеңдеп қарақштай беретін себебім осы тұғын. Мына жердің бар қызығы мен сәнін өзімен бірге Түркістанға ала кетті. Енді ананы мынаны айтып, ішіңді пыстырмайтын Ислам да жоқ. Өзіне өз істеді. Қызғаныш деген қызыл иттің жетегінде кетпеуі керек еді. Бір жағынан болашақ экономикалық жоспарының күл паршасы шыққаны үшін де аядым. Оған бола мойымайтын шығар. Басына түскен азырақ қиындықты көтере алмаса несіне жігіт болып жүр. Күзге салым, құрылысымыз бітіп үйге қайттым. Бауырларымды, әке-шешемді көрмегелі 3 айдан асты. Мұнда жаздың басында келбем, ала жаздай өмірім осы құрылыс алаңында өтті. Сол 3 айдың ішінде көп нәрсеге куә болдым. Махаббат деген қанша жерден ұлы сезім болса да, 2 досты бір-бірінен айыратын да теріс қасиеті барына бірінші рет көзім жетті. Енді мен үшін бұл жарықтық бұрынғыдай идеал сезім емес, аздап көңілімде қалғандай. Осылайша өмірімде бірінші рет қалаға ұзап шығуым мені әлденеше жасқа есейтіп жібергендей еді. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.
әңгіме ұнаған болса өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.